Ертеде бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Әжесі оған қызыл телпек сыйлаған екен. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп, қызына: "Қызым, мына бәлішті әжеңе апарып, қал жағдайын біліп қайтшы", дейді. Қызыл телпек: "Жарайды анашым, апарып берейін", деп бәліш салынған себетті алады. Жолға шықпас бұрын анасы қызыл телпекке: "Қызым, сен орманның ішімен жүрме, ол жер қауіпті, орманды айналып өт". Қызыл телпек анасының айтқан сөзін ұмытып кетті де орман ішіндегі жолға түсті. Ол өлең айтып, гүл теріп, асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шыға келді. "Қызыл телпек, қайда барасың?" деп сұрайды қызды жегісі келген қасқыр. "Мен әжемнің үйіне барамын". "Ал әжең қайда тұрады?" "Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда, сол жердегі бірінші үйде тұрады". Қасқыр жақын жердегі отыншылардың даусын естіп, қызға тиіспейді. Ол алдымен әжесін жемек болды. "Сен мына жолмен бар, мен ана жолмен жүрейін", деп қасқыр өзіне ауылға апарар төте жолды таңдап алады. Қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ал қасқыр алды-артына қарамай тура ауылға қарай бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. "Тоқ, тоқ, тоқ, бұл кім?" деп сұрайды әжесі. Қасқыр даусын жіңішкертіп: "Әже, бұл мен ғой, қызыл телпек". "Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады", дейді дауыстап. Қасқыр жіпті тартып қалады. Сол кезде есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр баса көктеп кіріп келеді. Аш қарақтанып, бірден әжейді бас салады да бүтіндей жұта салады. Содан соң есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, төсегіне жатады да қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. "Тоқ, тоқ, тоқ, бұл кім?" "Бұл мен, сіздің немереңіз қызыл телпекпін". Қасқыр даусын өзгерте қойып, жіңішке дауыспен: "Тұтқаның жанындағы жіпті тарта ғой қызым, сонда есік ашылады", дейді. Қыз жіпті тартады. Есік ашылып, үйге кіреді. Көрпемен бүркеніп жатқан қасқыр оған: "Қызым, себетті үстелдің үстіне қойып, өзің менің қасыма кел". Қызыл телпек бәлішті үстелдің үстіне қойып, қасқырдың жанына жақындайды. Қасқыр енді: "Жолдан шаршаған боларсың, қасыма кеп жата ғой", дейді. Әжем деп ойлаған қызыл телпек қасқырдың жанына жатады да: "Әже, сіздің қолыңыз неге үлкен?" деп сұрайды. "Сені құшағыма қатты басу үшін, қызым". "Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен?" "Сені жақсы есту үшін, қызым". "Әже, көзіңіз неге үлкен?" "Сені жақсы көру үшін, қызым". "Әже, тісіңіз неге сондай үлкен?" "Сені тезірек жеу үшін, қызым-ау", деп қызыл телпекті бас салып, аяғындағы кебісі қызыл телпегімен бірге жұта салады. Байғұс қыз айғайлап та үлгермейді. Енді қасқыр далаға шығады. Қарны қампиып жүре алмағандықтан жатып ұйықтап алайын дейді. Орманнан үйіне келе жатқан отыншы әжейдің есігінің алдында ұйықтап жатқан қасқырды, оның қампиған қарнын көріп, бәрін түсінеді. Ол бірден қасқырдың қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі дін аман шыға келеді. Отыншы қасқырдың қарнын қайта тігіп, бос қоя береді. Қызыл телпек пен әжесі отыншыға мол алғыстарын білдіреді. Әжесі шай қойып, немересі әкелген бәліштерді себеттен шығарып дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып мәз болады. Алма. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоянның қылығынан сырттай күліп отырды. Қар. Оны көрген қоян: Қарға, маған алманы үзіп алып берші", дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып алманы үзіп алады. Бірақ алманың тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. "Рахмет саған, қарға", деді де қоян жерден алманы көтермекші болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып қозғалып
жүгіре жөнелді. Бұл қалай? Қорқып кеткен қоян алма ағаштың түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп, кірпі, тоқта деп айғайлады. Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Кірпі кідірместен, бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. Қоян да қояр емес. Алмамды қайтарып бер, оны тауып алған мен. Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға қосылады. Таласасыңдар, алма менікі. Оны өзім үшін үзіп алғанмын, деді ол өтірік шынын араластыра. Олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде Қорбаңбай Аю келіп қалады. Бұл не деген айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой. Бәрі оған жақындап, сен Аю біздің ормандағы ең үлкен әрі ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманың кімдікі екенін айтып берші, деп Аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып, былай деп сұрайды. Алманы кім тапты? Мен, деді қоян. Ал алманы кім үзіп алды? Мен, деп қарқ етті қарға. Жақсы, кім оны ұстап алды? Мен ұстап алдым, деді кірпі. Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар. Өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер. Алма бәріңдікі. Мұнда бірақ алма ғой, деді кірпі, қоян, қарға түк түсінбей. Бұл алманы теңдей бөліңдер, әрқайсың бір-бір бөлігін алыңдар, деді Аю. Мұны естіп бәрі қуанып кетті. Бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой. Кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, бұл саған қоян, сен алманы бірінші көрдің. Екінші бөлігін қарғаға беріп, бұл саған қарға, сен алманы үзіп алдың. Үшінші бөлігін кірпі аузына салып, бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен. Кірпі Аюға 4-ші бөлігін беріп, бұл саған Аю, дейді. Маған не үшін деп таңғалды Аю. Сен бізге ақыл айтып татуластырдың, деді ол риза кейіппен. Әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені Аю ешкімді ренжітпей, дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді. Назарыңа рахмет. Бізге жазыл. Қоңырауды басып, лүпіл басуды ұмытпа. Ертеде ата мен әже болыпты. Әжей қамыр илеп, дөңгелек бауырсақ жасапты. Әже пісірген бауырсақ өте әдемі болып шығыпты. Бір кезде бауырсақ жанданып, үстелден домалап түсіп кетіпті. Бауырсақ домалап далаға шығып кетіпті. Күн жарқырап тұр, құстар сайрап тұр. Бауырсақ өте көңілді еді. Жолда бауырсаққа қоян кезікті. Бауырсақ, мен сені жеймін, деді қоян. Жоқ қоян, мені жей алмайсың. Мен саған ән айтып берейін, деді бауырсақ. Мен бауырсақпын, домалаймын, қашамын. Енді бауырсақтың алдынан қасқыр шықты. Бауырсақ, мен сені жеймін, деді қасқыр. Жоқ қасқыр, мені жей алмайсың. Мен саған ән айтып беремін, деді бауырсақ. Мен бауырсақпын, домалаймын, қашамын. Сәлден соң бауырсаққа Аю кезікті. Бауырсақ, мен сені жеймін, деді Аю. Жоқ Аю, сен мені жей алмайсың. Мен саған ән айтып беремін, деді бауырсақ. Мен бауырсақпын, домалаймын, қашамын. Содан соң бауырсаққа әдемі түлкі жолығыпты. Сәлем бауырсақ, сен сондай сүйкімдісің. Әніңді естіп көрейінші, деді түлкі. Бауырсақ қуанып, әнін тағы да айтты. Ал түлкі болса тыңдаған болып, бірден бауырсақты жеп қойыпты. Сөйтіп бауырсақ аңдардың бәрінен қашып құтылып, қу түлкіден құтыла алмапты. Балалар, бізге ертегіміз сақ болуды үйретеді. Ертегіміз осымен аяқталды. Келесі ертегіде кездескенше.